Дәріс тақырыбы оқушылардың көркем шығарманы қабылдау үдерісі, көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне байланысты оқып үйрену. Дәріс жоспары. Көркем туындыны оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдерге қойылатын негізгі талаптар, көркем әдебиетті оқушыға оқытуда топтық жұмыстың ықпалы, білім алушының даралық қасиеттерін дамытуда топтық жұмыстардың әсері. Кемеңгерлікті танудың 3 жолы бар. Бірінші жолы ойға салып пайымдау, бұл ең ізгі жол. Екінші жолы еліктеу, бұл ең оңай жол. Үшіншісі тәжірибе жолы, бұл ең қиыны. Деген екен Қытайдың ғалымы, ағартушы Конфуций. Әдебиетті оқыту көркем шығарманы оқудан басталады. Балаға көркем туындыны оқытпай, әдебиеттен білім беру мүмкін емес. Көркем туындыны жай оқып шығу емес, одан алған әсері, туынды оқушы жүрегіне, сезіміне әсер етті ме? Соны білу мұғалім үшін маңызды. 5-8 сыныптарда әдеби шығармаларды оқу көбіне сыныпта жүргізіледі. Түсіндірмелі, комментарий. Оқу арқылы шығарманың алғашқы бөлімдері оқылады. Тәжірибеде осы тәсіл жиі кезігеді. Себебі мұғалім ол арқылы шығарманы оқуды ұйымдастырады, оқушыларға бағыт-бағдар береді. Түсіндірмелі оқу, әсіресе күрделі шығармаларды оқу кезінде тиімді болады. Көркем шығарманы оқу үйде, сыныпта жүргізіледі, бірақ екеуі бір-бірімен тығыз байланыста іске асып отырады. Мысалы, көркем туындыны түгелдей сыныпта оқуға уақыт жетпейді. Сондықтан мұғалім қалауы бойынша ең негізгі маңызды бөлімдер сыныпта оқытылып, қалған бөлімдер үй тапсырмасы ретінде беріледі. Көркем туындыны оқуда мәнерлеп оқу, әр сөзді айқын, түсінікті оқу, жинақы оқу, дауыс естілімі де ашық болуы талап етіледі. Сыныпта дауыстап оқығанда бұлар айқын көрінеді. Дауыстап оқу мен іштей оқуды алмастырып отырған жөн. Төменгі сынып оқушылары көбіне дауыстап оқығанды ұнатады, ал жоғары сынып оқушылары іштей оқығанды қалайды. Көркем туындыны оқу жоғары сыныптарда үйде жүзеге асады. Себебі көркем туындыларды былай қойып, қысқа әңгімелерді сыныпта оқуға уақыт жетпейді. Жоғары сыныптарда өтілетін роман, хикаят сияқты көлемді туындыларды оқу тек үй жұмысы арқылы жүзеге асатын ұстаздар қауымына бұрыннан-ақ белгілі жай. Әр мұғалім бала көркем туындыны оқыды ма, оқыса одан қандай әсер алды, соны біліп отырғаны жөн. Мұғалім сыныптағы үйге берілген туындыны оқушылардың қалай оқып жатқанын назардан тыс қалдырмау керек. Үнемі ол туралы хабардар болып, біліп отырғаны жөн. Әдебиетші мұғалім алдындағы оқушыға оқырман деп қарап, оны оқырман ретінде тәрбиелеу керек. Әр бала жеке тұлға, ол психологиялық жағынан болсын, дүние танымы, білімі жағынан болсын, бір-біріне ұқсамайтын жеке адам. Талдау ең алдымен міне сол жеке адамның жеке пікіріне де сүйене жүргізілуі қажет. Әрине бұл көркем туындыны тек қана мектепте ғана, үйде ғана оқуға бермей, қазір мысалы сыни тұрғыдан ойлауды дамыту технологиясы бойынша джиксо, біреу үйде, қалғаны қонақта деген сияқты әдістер арқылы, немесе кең ауқымды әдіс деген дәріс деген әдістер бар. Мінекей бұлар арқылы қазірде біздер көркем шығарманы сыныпта оқытып, топта оқушылар оқып, бір-біріне сұрақ қойып, сол жерде талдап, не болмаса сол әйтеуір қайткенде де топтарға шығарманың бөлімдерін бөліп беріп, оқытып, бір-біріне айтқызып, оны содан кейін келесі топтарға айтқызып, солай біз осы күні интерактивті оқыту технологиясы арқылы бұл проблеманың шешіп жүрміз. Әдебиеттану ғылымы әдеби талдауда ең басты мына мәселелерге көңіл аудартады. Ғылыми талдаудың негізгі принциптері мынадай. Көркем туындыға авторлық көзқарас, көркем туындыдағы мазмұн мен форма бірлігі, суреткердің көркем тәсілі, дүние танымы, көзқарасы, олардың арасындағы байланысты ашу. Әдеби талдауда осы принциптерді басшылыққа алу, оқылып жатқан көркем туынды туралы, оның авторы туралы үстірт пікірлер мен жалған бағалардан сақтандырады. Әдеби талдаудың қай дәрежеде болуы мұғалімнің талдау әдіс-тәсілдерін қалай меңгергеніне де байланысты. Әрине сөз жоқ, мұғалімнің терең әдеби білімі, кең ой өрісі, көркем туындыны объективті түрде бар бітім болмысын қабылдай білу де талдауға әсер етеді. Талдауда композиция, сюжет, жазушы стилі, көркем туынды негізінде жатқан идея, оның көтерген мәселесі ерекше назарға алынады. Көркем туындыны терең түсіну талдауда әңгімелеудің де маңызы ерекше. Әңгімелесу әдісі әсіресе
5-7 сыныптарда жиі қолданылады. Оның тәжірибеде қолданылып жүрген түрлері, мынадай түрлер бар. Мәтінге жуық әңгімелесу. Мұнда негізгі мәселелердің барлық көркем туындысымен әңгімеленеді. Екінші, ішінара теріп, сұрыптап әңгімелеу. Мұғалім сұрақ қоя отырып, оқушының өзіне ұнаған эпизодын немесе бір оқиғасы туралы әңгімелетеді, әсерін айтқызады. Еркін әңгімелесу. Үшінші бұл. Немесе шығармашылық жолмен әңгімелесу. Бұл әңгімелеу автор немесе кейіпкерлер атынан, немесе әңгімелеуші атынан жүргізіледі. Мысалы, бандыны қуған Хамит әңгімесіндегі банды мен Хамиттің айқасын екі бала қатар тұрып, біреуі банды, біреуі Хамит атынан әңгімелейді. Әңгімелеудің бұл түрі өте қызық, оқушының белсенділігін әрі қабілетін ізденісін дамытуға көп ықпал етеді. Әңгімелесудің қай түрі болсын, оған мынадай талаптар қойылады. Мәнерлеп көркемдеп айту, анық айқын түсінікті етіп айту, тілі жатық болу, әрі әдеби тілде айта білу, қыстырма сөздер, сөз қайталаушылықтың болмауы, асықпау, даңғырламау, немесе өте ақырын, баяу айтпау, керісінше ширақтылық, жинақтылықты талап етеді, мазмұн жүйесін сақтау. Осы арада айта кету керек, Шаталовтың тірек сигналдары арқылы оқыту, әсіресе жаңағы мұғалім оқушыны үйде шығарманы оқыды ма, оқымады ма, соны тексеру кезінде жақсы көмектеседі. Мысалы, жаңағы айтылған Сәкен Сейфуллиннің бандыны қуған Хамит әңгімесінде бала үй тапсырмасын оқыды ма, оқымады ма тексеру үшін, мысалы, түтін деген бір сөзді балаға айту керек. Сол түтін ол шығарманың ішінде, мұғалім оны не үшін айтып тұр? Яғни бала оны түтінді біле ма, білмей ма? Яғни Хамиттің жасырынып, бандының түтетіп отырғаны. Мінекей, осы жерді бала біле ма, білмей ма? Мұғалімнің ең жақсы оқушыны тексергісі келсе, осындай сол шығарманың ішіндегі тірек сөздер арқылы тексеру мүмкіндігі бар. Мұғалім талдау барысында ең негізі екі түрлі қызмет атқарады. Бірінші, көркем туынды көтерген проблемалар, автор ойы, оның көркем компоненттері туралы, яғни талдау нені талап етеді, соны орындату. Ал екінші, оқушыны оқыған шығармаларын талдай білуге машықтандыру, дағды іскерліктерін жетілдіру, әдеби талдауды үйрету қызметін атқарады. Талдаудың тиімді әдіс тәсілі ретінде тәжірибеде кеңінен пайдаланып жүрген бір түрі бұл жан-жақты талдау. Жан-жақты толық талдау көркем туындыны тұтастай қарастырып талдайды. Әсіресе бұл талдау кейде мәтіндік талдау деп те аталады. Жан-жақты талдау уақытты көп алады дегенмен, оның тиімділігі көркем туындыны жанды бір организмде тұтас қарастырады. Шешуші бір эпизодтар, не суреттеу, баяндау, кейіпкер монологы, сөйлеу тілдері негізге алынады. Бұл талдаудың өзіндік ерекшелігі сол, ол үнемі мәтінге жүгініп отырады. Сондықтан мұғалім көркем туынды идеясын ашатын оқиға, эпизодтар, кейіпкерлер сөзі, іс-әрекеті, оны айшықтайтын мәселелерді назарға алып отырады. Көркем шығарманы талдауға берілген сағаттарды мұғалім қай талдау түрімен жүргізсін, қандай әдіс тәсіл пайдалансын, соның ішінде қорытынды жұмысқа арнайы сағат бөліп, қорытынды сабақтарды өткізудің маңызына ерекше көңіл бөлуі керек. Қорытынды жұмыстарда оқушылар мәтінді қайталап оқып, не болмаса уақыттың бәрін оны талдауға жұмсайды. Балалар оқыған дүниелеріне қайта айналып соғады. Хамиттің жеңіліп қалғанына өкінеді. Сәкен Сейфуллин бандыны қуған Хамитте. Сатқын Қарашоқыға кіжінеді, Қайырханның ерлігіне сүйсінеді, Мұхтар Шахановтың отырар дастанында мысалы. Оқушы санасында бәр қайта жаңғырады. Әрине, сезімдері, әсерлері алғашқы табысуындай болмаса да, бала қорытындыда шығармамен қайта табысқандай болады. Қорытынды жұмыстарда оқыған көркем туындының мазмұны емес, оның идеясы, тақырыбы, көркем тілі, маңызы туралы мұғаліммен бірге отырып, бір тұжырым қорытындыға келеді. Қорытынды оқушылардың бұрынғы білімін жаңғыртып, эмоциясына қайта әсер етумен шектеліп қана қоймай, оларды тың мәселелерге де жетелейді. Мысалы, 7-ші сыныптағы Ғабит Мүсіреповтің «Ананың арашасы» әңгімесіндегі қорытынды жұмыстарды мына мазмұнда жүргізуге болады. Оқушылардың эмоциясына, сезім қылына әсер ету. Әрі осы әңгіме негізінде жатқан негізгі идея,
тақырыпқа алдын ала назар аударту мақсатында Максим Горкийдің «Мақтасақ әйелді мақтайық та, құрметтейік те әйелді, әйел ана, барлық қиындықты жеңетін сарқылмайтын күш, көзді бұлақ емес пе?» деген сөздерін көркем етіп жазып қою, сондай-ақ сабақ алдында үзіліс кезінде оқушылар кабинетке келіп жатқан мерзімді пайдаланып, күй табақтан ана туралы әндерді тыңдату. Ең басты оқиға, негізгі эпизод, яғни идеяны ашатын, Антоновтың Нағима ананы жазалауынан шыққан инсценировка дайындау, соны көрсету. Әсіресе Нағима ананың бәріңнің де шешелерің бар шығар, тек біреуіңнің де шешелерің мынандай ақ топалаңның қолына түсе көрмесін деп тілеп келем. Мен 3 ауыз құрмет сөзді естіп өлгелі тұрмын. Ана, азамат, жолдас. Бұл сөздер үшін өкінбей-ақ өлуге болады деген монологіне ерекше назар аудару керек. Әдеби айтыс пікір таласына жетелейтін сұрақтар әзірлеу, оны пайдалану, негізгі мақсатты сол арқылы жүзеге асыру. Әңгіме неге ананың арашасы деп аталады? Нағиманың арашасы, әйел арашасы деп атауға да болады ғой. Ананың арашасы деп ат қойғандағы жазушы мақсаты не? Антонов әскерлерінің ананы өлтірмеу себебін қалай түсіндірер едің? Қанға тоймайтын ақ топалаңдар Нағима ана алдында неге әлсіз? Антоновтың өлімі туралы не айтар едіңдер? Нағима ана жеңісінің мәні, себебін ойлан. Сабақтың соңғы кезеңдерінде жазушының Максим Горкийден аударған «Ана кесімі айнымайды» әңгімесі бойынша сөз қозғап, сатқын баласын ананың өз қолымен өлім жазасына кесуін әңгімелеу. Соңғы сөзді оқып, осы екі әңгімедегі ана бейнелер туралы пікірлесуге шақыру. Барлық елде, әр заманда, барлық қаншерлер үшін, барлық қаншерлер, барлық елден, барлық анадан осы кесімді ғана күте алады. Пікірлесу сұрақтары. Қай ананың іс-әрекеті сені қатты толқытты? Қайсының іс-әрекеті әрі ауыр, әрі әділ? Қай анаға бас иесің? Пікіріңді мәтіннен үзінді ала отырып, дәлелді түрде білдір. Екі әңгіменің автор идеясында үндестік бар ма? Соңғы әңгімедегі ана шешіміне қосыласың ба? Неке бұл пікірлесу сұрақтары. Әңгімелесудің 3 түрі бар. Соның бірі әңгіме дебат. Яғни ой талас, талқылау. Сындарлы оқытудағы қазіргі қойылатын басты талаптардың бірі топқа бөліп оқыту. Топқа бөліп оқыту арқылы деңгейі әртүрлі білім алушылар толық тапсырманы бірігіп орындау барысында бір-бірімен араласады, пікір алмасады, бірін-бірі тыңдауға әрекет жасайды. Нәтижесінде топтағы үздік оқушылар келесі топтан қалып қалмау үшін топтағы үлгерімі нашар оқушылардың сабаққа қатысуына, тапсырманы бірігіп орындауына түрткі болады. Сөз соңын Ахмет Байтұрсыновтың «Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі де һәм сондай болмақшы. Баланы ұлша тәрбиелесең, ұл болмақшы, құлша тәрбиелесең, құл болмақшы» деген сөзімен аяқтаймыз. Және де сіздерге мынадай рефлексия бергім келеді. Бүгінгі сабақ бойынша менің бүгін білгенім, мен мынаны түсіндім, маған түсініксіз болғаны. Яғни сіз өзіңізге рефлексия жасаңыз.